Байлардың моласы. Астағфиралла. Бала көрдің бе, төбесі алтын айдан жасаған? Күмбезден соны мен жасағам. Ар жағында бір миллионердің шешесі. 2 этажда. Соның мазары. Мрамордан салған, оны да мен салғам. Сол мола ма сол? Бұл евро мола, байлардың моласы. Қарапайым адам өлмейді бұл жерге. Құр қара жерінің өзі 50 000 доллар. Астағфиралла. Пожалуйста, төледе любой кезде өліп кеткен. Өлу қиын десеңші бұл жерде. Айттым ғой, өңкей байлардың моласы. Евро мола, ей. Не деген зәулім сарай? Күмбездер, төбесі алтыннан. Зәулім сарай. Здравствуйте. Клиент келді, клиент. Молодой человек, это я к вам звонила, да? Что? Но насчет заказа я к вам звонила. Кто? Насчет заказа я к вам звонила. Не за что я? Нет, мен сізге кеше звондадым. Қазақша сөйлеші, мен орысша түсінбеймін да. Я. Өзіміз. Заказ берейін деп звондадым сізге. Кеше мен звондағам. Мазар салдырмақшы. Я, вот мола жасады. Я, вот соған келгенбіз сізге. Мына кісілер бара тұрсын да? А что, они тебе мешают, что ли? Немножко мешает енді. Ну ладно, я их отпущу. Давайте маған сумканы қалдырыңыздар. Все, алыстап кетпеңіздер. Не екеуі ашуланып жүр? Не дейсіз? Екеуі не ашуланып жүр деймін. Ол кісілердің профессиясы сондай ғой. Олар менің телохранительдерім да. Охрана ма? Да, менде енді ақша көп қой. Қойшы. Енді ақша көп болғасын жалғыз жүре алмаймын ғой. Жеріне келент келді. Я не салдырайын? Не салдырғанда былай, мен өзімнің папама, Әкеңізге? да, әкеме мола жасатайын дегенем. Міне қараңыз, анау төбесі айдан жасалған мола мен жасағам, ар жағында ғана мрамордан жасаған оны да мен жасағам. По полный программа айттым ғой. Мрамордан десем мрамордан, крамордан жасап беремін. Жаңа сіз айттыңыз ғой, вот айдан жасалған да, вот төбесінде ай бар. Мен салғам соны. Да, вот соны ар жағында жер тұр ғой, вот 15 соток жер. Ол жер пустой жер ғой. Ну правильно, менің папам әлі өлмеген. Астағфиралла. Ну ол кісі тірі. Әкеңіз тірі ма? Тірі, былай ғой, молодой человек. Мен деген қызметтегі адаммын. Вот понимаете, да, мен иногда командировкада боламын, ну шетелге шығып кетемін. А вдруг мен қалада жоқ кезде папа өліп қалады? Иә, құдай қаласа, иә. Вот Жынды ма, тірі адамға мола салып жатыр па? Қоя берсе, ақшасына қылайық та тыныш тұр. да, вот. Папа әлі тірі десеңші? Тірі, ол кісі тірі. Қай жай келді? Папаңыз? 98-ге келді, старый он. Ой, не жүр сонда? Да, вот. 98-ге келіпті әкесі. Не жүрсің, не тәлпіштік? Не тәлпіштік? Вот, мен айтайын дегенім, сіздерде қазақта сөз бар ғой. Иә. Вот если погибшие, вот значит мертвые, да, вот өлген адамдар, если они недовольны, то мы вот живущие. Өлі ырза болмайды, тірі никогда не кайфует дейді ғой. Астағфиралла. А сондай ма? Өлі ырза болмайды, тірі баймайды деген мақал. Да, вот поэтому, молодой человек, мен байлығымнан айырылғым келмегені Дұрыс, үшін. енді байлығыңыз болса әкеңізге арнап салдырыңыз. Папа довольный болсын. Конечно. Содан кейін, молодой человек, мен естідім, ана жақта өмір бар дейді. Қақта? Ана жақта. Өмірдің көкесі сияқты ғой. Да? Вот сондықтан Барған ғой мен, барған ғой жоқ, естігем ғой. Сіз ба? Вот мен сондықтан айтайын дегенім, папаның моласы кен болсын. Папаңыздың моласын ба? Просторный қылыңыз. Папаңыздың моласын мен жасап берем ғой. Сауна, бильярд астында. Мақыл, ішінен бар ғой, туалет, душ істеп берейін ішіне. Сыртқа шыға өрмейді. Не айтып отырсыз сен? Қоя берсе, ақшасын қағып аламын. Бильярдіңіз? Ақшасын қағып алайық та, тұрсай. Да? Айттым ғой, по полный программа істеп беремін. Бильярд, сауна, душ, бәрі ішін істеп беремін. Все. Сыртынан ішінен гараж істеп беремін керексеңіз. Да? Ақша болса болды, сметасын беріңіз, мен істеп беремін. Насчет денег не переживайте, молодой Қойшы. человек. Да. Вот содан кейін тағы мен бір нәрсе естідім. Ол жақта ат болып, рай болып бөлінеді. Иә? Жұмақ, тозақ болып бөлінеді ғой. Да? Жұмақта күнде жұмақ, тозақта күнде дискотека. Қойыңыз. Деп естіген мен рас өтірген ойдым. Молодой человек, Иә? а как можно попасть в рай, а? Не ал дейді? Ну, папаны бірден райға жіберсек бола ма? Астағфиралла. Ну, возможно так, а? Папаны ма? Да, бірден райға жіберсек. Бөле қой. Ну, сіз ақшасына қиналсаңыз, қиналмаңыз, менде ақша көп. Бөле қой. Ақша көп? Да, ақшасын береміз. Сөйлесіп көріп? Да? Сөйлесеміз? Там наши ребята, Чимгенский ғой, береміз, өтіп жүре саламыз. Да? Там наши ребята, Ну, все тогда. Чимгенский. Алдап жатыр. Не болды сол? Күлетті қашырмасы? Не знаю, болтает, не слышит.
айтыңызшы сметасын бересіз мен істеп беремін кіргеннен бастап мрамор лампалар қойып беремін Алдап жатыр, сенбеңіз оған. қойсай не деп береді ол? қашырсай Не, подождите, не деп отыр ол? Жәннатқа кіру үшін ешқандай ақша көмектеспейді. Жәннатқа кіру үшін 5 ақ нәрсе керек. қойсай дені сан ба қойсай А что он говорит, а? Без нәрсе. Не. бес нәрсе жай эренен сик удостоверение сосын жаңағы папашканың жердің қосақтысы папашканың жаңағы пенсионный копиясы мен өзім там наш ребята шымкентский өзім сөйлесем береміз өткіземіз беріңізші мен өзім Алдап жатыр. қойсай Алдап жатыр, сенбеңіз. Басқа 5 нәрсе. Не, молодой человек, давайте выслушаем. Айтайыншы. Не, давайте тыңдайық. не тыңдайсыз кто бригадир я бригадир он бригадир ты бригадир а Ну, я понимаю, вы... кто бригадир я бригадир он бригадир ты бригадир Ну, вы бригадир. зачем туда Не горячитесь, молодой человек, давайте выслушаем. Айтсын. Келіңізші айтыңыз, не дейсіз? Айтайыншы. Айтыңыз. Вообще Құранда жазылған. Ей, пендем, ішіңдер, жеңдер, бірақ ысырап етпеңдер. Аллах ысырап етушілерді сүймейді делінген. Неғып тастан салдырып жатсыз? Ертең өлкесін үстіңізден таспен басып қойса жақсы ма сізге? Нәйеті Алланың нұры жаңбыр тимейді. А мен сізге 5 нәрсені айтайын, жәннатқа кіретін. Ең бірінші иман келтіру, яғни Аллахтың бар екенін мойындау. Ла илаха иллаллах, Мұхаммед Расулаллах десеңіз болды. Что это ля-ля? А на каком это языке вообще? Арабша. ой сорлы кез қазақшаға әрең тіл келіп жатқан арабша жаттайды дейсің болса қазақшаға ми жетпей А можно я на китайском, а? конечно можно Да, можно, да? беріңізші сметасын беріңізші мен жасап сметасын Подождите, беріңізші секундочку, тыңдайық не кто бригадир я бригадир он бригадир а Я понимаю, что вы бригадир, ну, пожалуйста. Екіншісін айтамын. Айтыңыз. Екіншісі, бір күнде 5 уақыт намаз. Что это? Один день 5 раз молитва. 5 раз, прям, да? Да. Ну, знаете, у меня на это времени нету. Бірақ сағат қой. Ну, я же на работе. А можно он мен біреу орныма оқи салады, а? Ойбай! Ну, вот сіз, например, молодой человек. кім Сіз мен орныма оқи салыңызшы, мен ақшасын төлеймін сізге. маған ба Я каждый разына төлеймін. Жоқ, оқи салыңыз, неңіз кетті? ақыр бос жүрмін ғой иә күніне 5-6 рет ұрып берсем болды ма Я? күніне 5-6 рет ұрып беремін Ақшасын төлеймін. Вот это решили, там, это Сметасын беріңізші Подождите, үшіншісін тыңдайық. Ау.